Саламатсыздар ма? 9 сәуір 7 сыныптағы қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Оқушылар, біздер өткен сабағымызда Мұхтар Шахановтың өмірімен, шығармашылығымен таныстық. Мұхтар деген есімнің қандай есім екендігін, оның шығармаларының қандай тарихилығын, өнегелілігін танысқан болатынбыз. Ал бүгінгі күні біз Нарынқұм зауал атты балладысымен танысамыз. Біздің оқу мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Тұлға кім? Сіздер бұны білесіздер. Бұл тұлға ұлы тұлға. Бұл Махамбет Өтемісұлы. Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы ішкі Бөкей ордасы, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданының Нарынқұмның Жасқұс деген жерінде дүниеге келген. 1846 жылы 20 қазанда Қарой өңірі, қазіргі Атырау облысының Индер ауданында дүниеден өтті. Қазақтың әйгілі ақыны, күйші композиторы, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Осы көтерілістің жалынды жаршысы. Бүгін біздер Нарынқұм зауал атты мәтінді оқимыз. Нарынқұм зауалы 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі Махамбеттің соңғы сөзі. Мен түсінде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып өтті әлдекімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаманақ. Иығымнан ұшқан басым, көкірегімнен домалап. Бара жатты атам екен ақ жайықты жағалап. Жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Деп түсінен шошынған ақын. Сол түсінен шошынғандығы ол соншалықты, ол өзінің өмірден өтетінің сәтінің келгендігін түсінді. Бірақ ол өлімнен қорыққан жоқ. Оның айтпағы, менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай, деп өзінің ұлтынан, елінен қорықты. Қазақ елі жоғалып кетпесе екен, ол арғай болашақта дамыса екен деген арманы, тәуелсіздігімізді алса екен деген асқақ арманы болатын. Келесі бөлім әке үкімі деп аталады балалар. Әке үкімінде сол батырымыздың, ақынымыздың басын кескен зұлым баланың әкесіне келіп, шолжаңдап, ақынның басын сұлтанға сыйға тартқан айтылады. Әкесі өте дана, ақылды адам болатын. Баласына, ой, залым-ай, залым-ай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай деп қатты өкінеді. Мұншалықты зор қасірет әкелдің бе, бұның не балам деп қатты қорғалады. Әрине баласы, әке, сенің қай сөзіңе сенемін, есіңде ме менің бала кезімде Махамбетті жек көремін дегенің. Деп бала көңіл баяғы жас кішкене кезіндегі әкесінің айтқан сөзін есіне алады. Әкесі де бұл кезде ақылға кем шағым болар. Ол кездері сенің анаң жасынан ашық болған Махамбеттей батырға деп, Махамбеттің сондай батырлығына бүкіл ел ғашық болса айып емес. Мен оны кейін түсіндім. Бірақ сенің анаң көрге кеткенде де сол Махамбетке ғашықтығын, іңкәрлігін жасырмастан кете барды. Балам, аққу деген киелі құс, аққудатқан адам ешқашан оңбайды. Ал ақын деген киелі ат, бұл ақындатқан адам ешқашан оңбайды. Енді сенің істеген ісің бүкіл елге таңба. Сен білесің менің құралайға көз атқан мерген екендігімді. Енді жүр балам, ішігіңді қолың алда, жүр алдыма, деп таудың басына апарады. Сол таудың басында бұл сенің соңғы шығар шың. Осы шыңда сен жатып енді Махамбеттің жырын тыңдап жат деп баласын осы арада мерт қылады. Өзі де қатты өкінеді. Енді сенің кесірінен балам-ау, маған да туған жердің топырағы бұйырмайды деп өз елінен кетіп қалады. Балалар, шығарманы жақсы етіп оқимыз. Шығармадағы кейіпкерлерді айырамыз. Бұл шығармада Махамбет, әкесі, баласы 3 кейіпкер бейнеленген. Осы 3 кейіпкерді біз топтастыру әдісі арқылы талдаймыз.
Келесі екінші тапсырмамыз әдеби үйірме әдісі бойынша шығармаға талдау жасаймыз. Бірінші қадам поэмадағы кейіпкерлердің көңіл күйін, көздеген мақсатын зерттей отырып өз ой толғамдарыңызды жазасыздар. Екінші қадам кейіпкердің өмір сүрген кездегі қоғам ерекшелігі туралы қосымша мәлімет дайындайсыздар. Үшінші қадамда поэма бойынша сұрақ құрастырылады. Тапсырмада кейіпкерлер қатысты ойлар көрініс табуы тиіс. Сұрақтар төменгі және жоғарғы деңгейде болуы қажет. Төртінші қадамда тақырыпқа сәйкес афоризмдер мен мәтелдер табады. Бесінші қадамда автор көтерген мәселелерді бүгінгі өмірмен байланыстыра отырып жазасыздар. Үйге тапсырма. Үшінші тапсырма шығармадан өздеріңе ұнаған үзіндіні жатқа айтасыздар. Яғни оны қалай айтасыздар? Сіздер үйден үзіндіні жаттап ата-аналарыңызға айтып беріңіздер. Сау болыңыздар.